Қайырлы күн! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәл осындай үй жағдайында сырдың жасалу әдісін көрсетпекшімін. Ол үшін бізге түбі қалың ыдыс қажет. Менде бұл жерде каструль, осы каструлімізге 2 литр сүтімізді өлшеп құйып аламыз. Бұл жерде менде қолдың сүті, егерде сіздерде қолдың сүті болмаса, онда дүкеннің сүтін алсаңыздар да болады. Дүкеннің сүтінің майлылығы 6% болғаны дұрыс. Осы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен 1 шай қасық тұзды салып, араластырып, сүтімізді пісіруге қоямыз. Сүт піскенше қоспасын дайындаймыз. Бұл жерде менде 4 жұмыртқа және сметана. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, үстінен 200 грамм сметананы саламыз. Сметана менде дүкеннің сметанасы, майлылығы 20%. Осы сметанамызды салып, жақсылап 1 келкі болғанша араластыруымыз қажет. Венчиктің көмегімен 1 келкі болғанша араластырып алдым. Дәл осы дайын қоспамызды қайнап тұрған сүтке құятын боламыз. Ал енді осы жерде сүтіміз пісіп шықты. Сұйық қоспамызды құйып, 5 минут бойы қайнатамыз. Егерде сіздерде оты қатты жанып тұрса, баяулатқандарыңыз дұрыс. 5 минут аралығында 2-3 мәрте дәл осылай араластырып отырған дұрыс. Қарап тұрсаңыздар, міне біздің ірімшігіміз бірге бастады. Бірігу үстінде 5 минут уақытымыз өтті. 5 минут уақыт өткеннен кейін осы ірімшікті тағы да 15-18 минут бойы қайнататын боламыз. Міндетті түрде астын араластырып отырғандарыңыз дұрыс. Түбі күйіп кетпеуі қажет. Су сарғайған кезде біздің ірімшік, демек сырымыз дайын деген сөз. Осы сырларымызды енді кепсердің көмегімен марліге осылай сүзіп аламыз. Сито бар болса, марлінің астына сито қойғандарыңыз дұрыс. Менде сито жоқ, сол себепті дәл осылай марліге түбін тесіп ыдыс қойып алдым. Барлығын осылай сүзіп алғаннан кейін бірден ыстық кезінде суынан ажыратып аламыз. Суынан ажыратылған осы ірімшігімізді қазір домалақ формаға келтіру үшін майонездің шелегінің түбін тесіп, осы домалақ ыдысқа салып, үстінен престеп, қажетті формаға келтіріп аламын. Осы сырдың үстінен ауыр зат қоюымыз керек. Бұл жерде менде сметананың ыдысына салынған тұз. Осы тұзды бастырып 1 түнге қалдырамыз. 1 түн өтті. Енді сырымызды алып көрейік. Өте керемет болып шығады екен. Сырдың иісі, үй жағдайында жасалған сыр өте ерекше болып шықты. Доп-домалақ, кескен кезде прям нежный және былқылдап тұр қолда. Өте керемет. Дәмі сливочный дәм беріп тұр. Осы сырды сіздер де дайындап көріңіздер. Өте оңай, қолда бар заттардан дайын болатын, көп затты қажет етпейтін, дәмі тіл үйіретін, үйдегі кішкентай балаларға жасап беруге, дастарханға, таңғы асқа қойғанға керемет екен. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, дәл осындай оңай және тез дайындалатын рецептілермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.